Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Салтанат Мұратқызы, мен эндокринолог дәрігермін. Бүгін сіздермен қант диабеті туралы жалпы түсінік қалыптастыратын боламыз. Қант диабеті дегеніміз не? Бірінші және екінші типтің арасындағы айырмашылық және қант диабеті жай ғана тәтті жегеннен пайда болмайтындығы туралы айтатын боламыз. Ең маңыздысынан бастайық. Екінші типті қант диабеті бұл ағзаның инсулинді дұрыс қолдана алмайтын жағдайы. Яғни организмде инсулин бар, бірақ ол дұрыс жұмыс жасамайды. Соның нәтижесінде қандағы қанттың деңгейі көтерілуімен сипатталады. Айта кететін жайт, бұл өте созылмалы ауру. Диабет диагнозы қойылғаннан кейін пациенттер сол аурумен өмір сүруді үйренуі қажет. Ағзада инсулин бар, бірақ оның жұмысы дұрыс емес жағдайда біз инсулинге резистенттілік деп айтамыз. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, егер біздің клеткаларымыз бір бөлме деп санасақ, сол бөлмеге кіру үшін, яғни глюкоза клеткаға кіру үшін бізге есікті кілтпен ашу керек. Бұл жағдайда, яғни диабеттің екінші типінде кілт тот басқан, яғни дұрыс жұмыс жасамайды, сондықтан есік ашылмағандықтан бөлмеге глюкоза кіре алмайды деп түсіндірсек болады. Диабет толығымен айықпайтын ауру, бірақ бұл ауруды басқаруға, онымен ұзақ уақыт сапалы өмір сүруге мүмкіндік бар. Енді бірінші тип пен екінші тип қант диабетінің арасындағы айырмашылықты айтатын болсақ, бірінші типті қант диабеті көбінесе жастарда, балаларда пайда болады. Ал екінші типті қант диабеті егде жастағы пациенттерде 40-тан асқанда пайда болады. Бірақ айта кететін жағдай, қазіргі таңда екінші типті қант диабеті жасаруда, яғни жастар да осы диабетпен ауырып бастауда. Бұл екі жағдайдың даму механизмде әртүрлі. Бірінші тип ол инсулиннің толық тапшылығынан, яғни организмде мүлдем инсулиннің жоқ болуынан пайда болса, екінші тип ол ағзада инсулин бар, бірақ оған сезімталдықтың болмауымен сипатталады. Бірінші тип деп диагноз қойылған пациенттер емді бірден инсулиннен бастайды, ал екінші тип қант диабетінде біз бастапқыда өмір салтын өзгертуге, дұрыс тамақтанып физикалық жүктемені қосуға, қажет жағдайда дәрі-дәрмектермен емдеуге, егер осы аталған факторлар көмектеспеген кезде ғана инсулинге жүгінеміз. Енді басты сұрақтардың бірі, тәтті жеген барлық пациентте неге диабет пайда болмайды? Екінші типті қант диабетінің дамуына келесі факторлар әсер етеді. Бұл артық салмақ, әсіресе іш аймағындағы дұрыс емес тамақтану, физикалық жүктеменің аз болуы және ең бастысы тұқым қуалаушылық. Бұл жерде тәтті тағамдар, тәтті десерттер тек қосымша фактор ретінде қарастырылады. Яғни тәтті көп жегеннен, тәтті сусындарды көп ішкеннен мен диабет болып қалдым деген ол өте қате түсінік. Қорытындылай келе, диабет бұл үкім емес. Диабетпен өмір сүріп үйренуге болады. Ең бастысы дұрыс ақпаратты білу қажет.